егін қуған ерлерім ел үшін белін бекем буған ақ білек күшімен ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгі алып ісінен алға 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 қазақ жігіттері сенім артқан жансың халық үміттері көк аспанда желбіресін көк байрағын жаса мәңгі қазағымның жігіттері жігіттер жігіттер биікке өрлеңдер ел үшін жер үшін намысты бермеңдер нардың күші дарып жүрек дүрсіл қағып жетіңдер жеңіске шаршы топты жарып алға 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 қазақ жігіттері сенім артқан жансың халық үміттері көк аспанда желбіресін көк байрағын жаса мәңгі қазағымның жігіттері сенім артқан жансың халық үміттері көк аспанда желбіресін көк байрағын жаса мәңгі қазағымның жігіттері алға 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 қазақ жігіттері сенім артқан жансың халық үміттері көк аспанда желбіресін көк байрағын жаса мәңгі қазағымның жігіттері рахмет. Мынау енді бір үлкен той енді өзімізше енді мынау анамыздың 80-ге толғаны сол мына келіп қатынасып жатқандарыңа әйтеуір мына халыққа елге қызық көрсетіп жатқанға көп рахмет. Мына семьямыздың атынан бәріне сіздерге көп рахмет айтамын. Енді мынау жаңағы бір аз дегенде жаңағы президент капитан команды шақырайық.
саған айдарым, ардақтап өтейін, бабадан қалған байтағым, садаған кетейін, киелі. Күлімдеп жатқан көлден, көкорай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Болмасаң өзің айбарым, мұратқа жетермен, түспесін төмен байрағын, төбеңе көтерген киелі. Ғасырлап күткен армандар, теңдігім асқаған, ұлыңа Алла жар болғай, еліңді бастаған киелі. Күлімдеп жатқан көлден, көкорай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Көлден, көкорай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Күлімдеп жатқан көлден, көкорай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған. Алыстан келген мына шабандоз ата келіп атқандар, кетіп қалмаңдар, үлкен дастархан болады сіздерге арналған. Кетіп қалмауларына сұралады, иесінің аттан беріп отыр. Туған күнім ғой қалғымайым, баса бермес қара бұлт тауды дәйім. Көтерейік достарым арман үшін, туған жердің шарабын алдырайын. Көтерейік достарым арман үшін, туған жердің шарабын алдырайын. Байқаймысың күндағым қабағашы, кетті менің күлкімен араласып. Қырда менің бір тойым өтіп жатыр, көңілімнің көкпарым ала қашып. Қырда менің бір тойым өтіп жатыр, көңілімнің көкпарым ала қашып. Көкірегімде ойнайды нелер сезім, еске түсіп
жүрген кезім алашымды тағы бір елестеттім туған күнің құт болсын деген сөзім алашымды тағы бір елестеттім туған күнің құт болсын деген сөзім Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қадірменді ханымдар мен мырзалар, жақсылар мен жайсаңдар, Бейбарыс ауылының тұрғындары, бүгінгі міне еліміздің анасы, ел анасы, Аққыз анамыздың 80 жас мерейлі тойына қош келдіңіздер. Той құтты болсын. Кешікпей келгендеріңізге рахмет айтамын. Уақытында жиналады екенсіздер, Алланың ризасы болсын деген көп тұр. Жайғасып отырайық, той құтты болсын, ал жайғасып отырамыз. Қош келіп жатсыздар. Анашымның қолымен тербелгендей өзің жүрсең қасымда ақ бесігім анашымның қолымен тербелгендей анашымның қолымен тербелгенде Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді ханымдар мен мырзалар, жақсылар мен жайсаңдар. Бүгін міне Адайдың қызы Аққыз анамыздың 80 жас мерейлі тойына қош келдіңіздер деп бір қол шапалақтап қойыңыздар. Олай болса, қадірменді ағайындар, 80-ге толған анамызды секіртіп ортаға шақырғанды жөн көріп отырмыз. Бір қол шапалақтап қойыңыздар. Аққыз мамамыз. Туған күніңіз құтты болсын. Қалай 80 жас жақсы ма? Қиын. Қиын ба екен? Қиын, ауыр. Ауыр. Енді мына 80-ге келгеннен кейін ары қарай жарқырап, үлкен ана болып ортамызда отыра беріңіз. 100-ге келіңіз. 100-ден асып кетіңіз. Ола болса, мамамызда қошаметпен өз төріне қарай шақырамыз. Той құтты болсын ағайын. Бүгінгі міне анамыз 80-ге толды деп қуанышы қолтығына сыймай жүрген балалары осы тойды ашады. Олай болса, Света, Нұржан, Рышжан, Дәуіт Мүслима, Мәуіт Гүлайым, Мұрат Гүлшат, Нұрлан Ақөрі, Алексей Алмаш. 80-ге толып отырған Аққыз анамыздың балалары, келіндері, қыздарын қошеметпен ортаға шақырамыз.
Рахмет. Анда қамбалаған қалың ел, мынау келіп отырған ағайынға қош келдің айтсын деген ниетпенен сөз кезек өздеріңізде. Құрметті тойшы қауым, қош келдіңдер. Анамыздың 80 тойына. Апа, 80 жылың құтты болсын, деніңіз сау болсын, бақытты болыңыз. Қош келіп жатсыздар. Көп рахмет. Тойымызға жаңағы қасып келіп жатқандарыңа атсалысыңдар. Жұрт жағасты көріп жатсыздар. Балдар ойнап жатыр. Ат шауып жатыр енді. Енді мына сол ұйымдастырып жатқанын менен кейінгілер інілерім, қандастарым. Соның бәрін көріп жатса, сіздерге келіп жатқандарға аттан көп рахмет енді. Енді анам жүре берсін ортамызда, енді Құдайдың берген жасы, өзіне жарасын. Әрдайым бәрімізде той болсын тек, осындай жас берсін енді. Той тойлай берейік тек, қош келдіңіздер. Көп рахмет, ризамыз жаңа, келіп жатқанға, қуанышымызға ортасыз. Жаңа сағат 11-ден бастап, футбол басталғаннан бері қасымызда қаумалап бүкіл Бейбарыс ауылының халқы қошеметтеп жатыр анамыздың туған күні. Көп рахмет айтам Бейбарыс ауылының халқына, басшыларына келіп қошеметтеп, тоңып, желге тоңса да басынан аяқ атшамысты соңына дейін бітіріп тұрған үлкен кісілеріме де көп рахмет айтам. Енді көрші көлем ағайын тума бүгін бәрі де келіп жатыр екен. Мама, сіз бүгін 80-ге толып жатырсыз. Балаңыз, қыздарыңыз, бүтін келіндеріңіз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз бәрі бүтін 7 баладан тараған осы жерде келіп тұр. Бізді суыққа тоңдырмай, ысыға күйдірмей, қарнымызды аш қылмай, киімге жетім қылмай, барлығына жеткізіп, ардақты, ардагер, атақты ауылымыздың беделді ардагері болдыңыз. Сол сіздің барлық сізден көрген қасиетімізді артып, бүгін сіздің алдыңызда біз барлығымыз бас иеміз. Ортамызда отыра берсін деп айтам сізге, мына бәріңізге ақылшы болып, барлық мына отырған қауымның мамалары, барлары аман болсын. Анасы бар қартаймайды деп айтады ғой. Аналарымыз болса біздер қартаймаймыз, жап-жас болып жүре береміз. Жасыңызға жас қосыла берсін мамам, ақ мамам, әп-әдемі болып тек отыра беріңіз біздің тойымызда. Сіз отырғанда біз бейлеп, осылай тек қызық көріп жүре береміз. Көп рахмет айтамын қауымалап келіп жатқан бүгінгі тойшы қауымға. Тойшы қауымдар, құрметті қонақтар, құтты адамдарыңыз құтты болсын, мамамыздың дені сау болсын, туған күні құтты болсын. Біздің семьямыздан бір ағандай подаркымыз бар, өндепте. Ұрыс болады, бір үйден 2 адам араңшысы, үйге барғанша сүйіс болады деген екен. Мына осы тойда бір сүйісі білезат алып айтыңыздар, анамыздың туған күні құтты болсын деген ниетпенен анашым әніменен тойымызды бастаймыз. Жабырсақ сабынарыз, анашым жүрізімді сағынамын. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жырғалайды, көңілім орнаймайды. Anası var adamda, ешқашан қартаймайды, жүрегім жарталғайды, көңілім орнаймайды. Анасы бар адамда, ешқашан қартаймайды. Қорғаным өзің деймін, жандауын сөзім деймін. Анашым сен ойласа, көз ілмейді.
наша жизнь без чайками. Ешқашан тарқаймай. Әне бәріміз қостабайдай. Ошыған соң қарыма, қияным шырқарыма, бәйгеге өзім қосқан тұлпарыма. Анашым жарқын күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды. Көңілім ордаймайды, анасы бар адамнан ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ордаймайды, анасы бар адамнан ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамнан ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамнан ешқашан қартаймайды. Мынау үлкен дүбірлі тойымызды да бастап кеттік. Олай болса, бүгін үлкен қуанышты кеште келесі тамаша сөз кезегін алғалы отырған. Құдай кешірсіз. Махамбет, біздің мына бірінші анамыздың тойын бүгін ашып жатсыз, аналары әнімен көп-көп рахмет етемін. Той шашуы. Спасибо, рахмет. Олай болса, қадірмен ағайындар, келесі тамаша сөз кезегі Сағыздан келген күйеу баласы Ермек Қали ағамызды жанұясымен ортаға шақырамын. Және де бүгін үлкен дүбірлі тойдың төрінде інісі Көтеген, келіні Қапиза, сіңлісі Сұлушаш, күйеу баласы Амангелді қошеметпен той түріне шақырамыз. Атыраудың халқына айттым. Бисақан мына көстіріп отыр, Бисақан тойында айттым. Тойға қатыссаңдар, бейбарыстың халқындай болсын дедім. Бұлар неге десеңіздер сөз тыңдайтын. Той десе жанын беретін халық. Бүгін сіздерді мен танымай тұрмын, ағай. Құрттай тынышталайық. Бұл тойда шулаған адам бұрын соңды той жасап көрмеген. Я болмаса 80-ге толып отырған мамамызды көре алмайтын адам есептеймін. Құрттай тынышталыңыздар. Мына бала шағаларын жинап алыңыздар. Ала, той құтты болсын. Аналарыңыздың жасы құтты болсын. Қаумалаған қалың елге қош келдің айтсын. Мамаңызға құтты болсын айтсын деген ниетте мен үлкен сау деймін. Албастаңыз. Құрметті ағайын, қош келбатсыңдар. Апа, енді 80 жасыңыз құтты болсын. Жастан жасқа жете беріңіз. Балдары бақытты болсын. Осы балдарыңыздың арқасында осындай мына бейбарыс ауылында той болып жатқан. Балдарың бақытты болсын. Өмір жастары ұзақ болсын деп айтқым келеді. Аспанымыз асық болсын, заманымыз тыныш болсын. Ақыз апай, 80 жасыңыз құтты болсын. Ұйымдастырып жатқаннан балдарының барлығына көп рахмет. Дүбірлі-дүбірден Чкаловтың басында қазіргі бейбарыс.
ат жарыс жасап той ойнатып бүкіл халықтың бәрінің көңілін көтеріп басқарып жатыр. Осы тойды жақсылап өткізуге барлығыңыз атсалысыңыздар. Ал енді тойға шашуымыз бір 80 мыңның қашарын бердік, енді басқа неміз жоқ. Осыған риза боласыздар. Жақсы, құрметті тойшы қауым, бәрімізді қош келіпсіздер. Мына қыз апа бүгін 80-ге толып. Алла қыз апа жасыңыз құтты болсын. Бағана таңертең 10-дан бері осы талай ойын сауықтар өтіп жатыр, шалыс болып жатыр. Бәрі осы сіздің арқаңыз, балдардың арқасы жан-жақтан қаумалап соны ұйымдастырып өткізіп жатыр. Бәрі рахмет. Енді сау болсын, аспан ашық болып, жаңа айтып жатыр ғой, жастан жасқа шыға беріңіздер. Алланың берген жағын жасай беріңіз. Апа, туған күніңіз құтты болсын, денсаулығыңыз әрқашан мықты болсын. Мына той жасап жатқан жиендеріме мыңда бір рахмет айтамын. Енді мейрамның жан апамыздың қос сау болыңыз, тек 100-ге келіп ортамызда жүре беріңіз. Рахмет, ал жағасып отырғаныңызға көп рахмет. Қадірменді ағайындар, мынау алдарыңыздағы сусындарыңызда, барақтарыңызда тексісе көтеріп алып отырыңыздар да, бүгінгі осы анамыздың тойын құттықтауға келіп отырған Атырау облысына белгілі әнші, Шеркештің қызы, Шолпан қыздарыңызды ортаға шақырам, той құтты болсын ағайын. Сусындарыңызды алып қойыңыздар. Ортасында талай сайлаған Ақтамаурын сабылған Әйкек тасталған әй жайнаған Алда ердің ай аманлы Еді менен ой шашылар Жеңгелерім бейбар еді Әй қолдағайдай көздер ай жайнаған Талшылықтай ай бұралған
Рахмет Шолпанжан, кетпе. Ой, қыздарым көп рахмет. Бүгін анамның 80 жыл мерек тойына құтты ән салып, би билеп, өнер күштерміз. Мына үй астынан үшеуіңе подарка. Ат баракаты. Бір туған шапалақтар қой. Рахмет. Құрметті ана, 80 жасыңыз құтты болсын. Бұл жасқа келгенде бар, жеткенде бар, жетпегенде бар. Осындай жасқа келіп, бұл жасты тойлаған адам да бар, тойлай алмай отырған адам да бар. Сіз бақытты анасыз. Неге десеңіз, сіздің байлығыңыз да, ақшаңыз да, бақытыңыз да, мынау сіздің балаларыңыз деп біледі. Олай болса, келесі тамаша сөз кезегі Бегіс ұрылы елінің ағайындарына микрофон сұнғанды жөн көріп отырмын. Шәміш, Гүлшат, Мұрат, Ұлжан, Серікбек, Зоя, Жұмабек, Әлия, Шәмшия, Бәкүш, Ғалия, Балзиба, Танзила, Ораз, Ания, Тілекқабыл, Файза, Әлібек, Эльмира, Қаладан, Бораш, Лариса, Сағынбай, Ағила, Жексен, Райхан, Әлібек, Күлән, Ермек, Жаңабай, Мәншөк, Рахметжан, Гүлшат, келесі бет. Нұрым, Қаламқас, Көшербай, Ақбала, Уфалла, бітті шаруа. Қошеметпен ортаға шақырам. Ал абысын, мына балдарың, жапырағын жайылып, балдарыңның қызығын көріп, 80 жасқа жетіп атсын, осылай көре бер, әлде де Алданың берген жасы ойбай болсынlar. Алданың берген жасымен жасап жүре бер, жапырағын жайылып, мына балдарың өсіп, жан-жағыңда жапырағын жайылып жүре бер, тек жасаған. Балдарың аман болсын. Не айтайын, білмеймін, қас болдым. Тұрадыр деп. Бәрінде қош келдіңдер, мына абысын қазір келіп атырмыз, біздер машина жоқ, жаяу жете алмадық тонадан, бер қарай. Құдай кім айтайын? Енді аман болсын, балдарың бақытты болсын. Аман жүріңдер, бәріңдер жасаған үштік деп той жасай беріңдер, мамаларыңа, өздеріңе, біздер жүре берейік ортасында қалқып. Не айтайын, аспанымыз ашық, заман. Ал қымбат сақа, 80 жасың құтты болсын. Денің сау болсын. Осы балдардың, қыздардың қызығын көріп жүре бер. Ақыл апа, туған күнің құтты болсын. Денің сау болсын, өмір жасыңызда бақытты болыңыз. Балдарыңыздың ортасында қызықтап жүре беріңіз. Құрметті таушылауын қош келдіңіздер. Енді өзіміз таныстырып кетейін. Осы ауылға мен немере болып келем. Алдаберген деген атамыз. Содан тараған Қаламқали, Байдолла деген кісі болған. Байдолла балдары Серікқали, Молдаш, Жолдасқали деген ағамыз болса, мен Қаламқалиден Қисмет деген ағамыз, әкеміз, мен сол кісінің баласымын. Айналып келгенде бәріміз немере ағайымыз, бейіспіз. Жасыратын ештеңе жоқ. Құрметті апа, туған күніңіз құтты болсын. Қуанып жатырмыз. Деніңізге саулық берсін. Жастан жасқа жете беріңіздер. Осы немере шөберелердің арқасында осындай аман сау тойлап арамызда жүре беріңіз, бізге ақылшы болыңыз. Жастан жасқа жете беріңіз, рахмет. Апа, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Жастан жасқа жете беріңіз. Арамызда осылай аппақ жарқырап отыра беріңіз. Ауырмаңыз, сырқырамаңыз.
немере шөбере сүйіп жатырсыз ғой. Солар жалғаса берсін, сүйікті әже бола беріңіз. Туған күнің құтты болсын. Денің сау болсын. Енді жастан жасқа шыға беремін. Денің сау болсын, енді басқа не айтайын. Енді бүгінгі келіп жатқан жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Жаңадан бері жақсы тілектер айтып жатыр енді. Ел бәрі жаңа таныстырып жатыр ғой енді бәрі де. Бізді ел білетін болғасын көп айтпай жатырмыз енді, біледі ғой, Байдулиевпіз ғой бәріміз де. Енді не айтайын, жаңағы ұл қыздарыңыздың көрсетіп жатқан құрметіне солай бөлене беріңіз, өсіріп жатқан немере шөбере бәрін көре беріңіз, жасыңыз жасқа жалғаса берсін, тек аман болайық осындай тойда кездесе берейік. Туған күніңіз құтты болсын. Бағана мына інім таныстырып кетті ғой. Байдолла әулетінің ең кіші келінісіз. Сізді аққыз апа, аққыз атып кеттік. Солай айтып кететін болармыз. Енді бағана өмір жолыңызды қызыңыз айтып кетті ғой, ауырып. Бізді бақты, қақты деп. Ол жағдайын бәрін өз көзіммен көрген кісім. Таңертең егінге кетіп батып, осы балаларды тамақтандырып, артын жинап, кешке тамағын пісіріп, қайтадан жинап бәрін өсірген кісі. Біздер мектепте сізді балаларға үлгі алғанда айтамыз ғой, аққыз ападан мынандай көрдім бар, мынандай көрдім бар. Онда сол балалар айтады, ол кісі не істеген деп. Ол кісі ештеңе істемеген, тек далада жатқан, балаларды баққандар. Басқа ешқайда бармаған. Енді зейнет жастыңызға шықтыңыз, балаларды өсірдіңіз. Қазір ауылдың анасысыз, осы ауылдың анасы болып отыра беріңіз. Енді аққыз апа деп кеттік, аққыз апа деп қаласыз. Ең кенже келінсіз ғой Байдолла әулетінен. Сіз ана үлкен әженің тәрбиесін көрген кісісіз. Сол кісінің қолын, сол кісіні баққансыз. Прокурормен бірді айтып отыр. Сол кісінің сөзін айтасыз, сондықтан сіздің сөзіңіз бізге өтетін сөз. Арамызда жүре беріңіз. Құдайдың берген жасын жасай беріңіз. Мына балдарының қызын көре беріңіз. Мынау балдардың алдында осындай үлкен мереке болып жатыр. Сіз бақыттысыз деп ойлаймын. Мынау зейнетінде зейнеті бар дейді. Осы балдар рахатын көріп отыра беріңіз. Енді той шыққан тойымыз құтты болсын, ауылда осындай жақсы тойлар болсын деп айтамын. Tamam. Апа, 80 жасыңыз құтты болсын. Құрметіңіз көргім келген. Сендер балыңдар дейсің, Аллах'ın келген. Жасыңыз құтты болсын. Балдардың қуанышына бөленіп отыра беріңіз. Hoş geldinizler. Апа, doğumuz kutlu olsun. Bayтерек болып отыра беріңіз. Сізді әкеміздің жасы көріп, анасы сізді басынан айтады. Мен қазір әкемнің атынан келіп отырмын. Кішкене сырқаттан қалған. Жасына ислар шыға беріңіз, жүз жасыңыз. Баракелді, қадірменді ағайындар, мынау тойға барақтарыңызда қош келіп жатсыздар. Әрине, мынау осы анамыздың туған күн құттықтап келген сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Алланың нұры жаусын. Семьяларыңызға бақыт, дендеріңізге саулық берсін. Көп-көп рахмет. Ал жаңасып отырып қойыңыздар. Ал енді қадірменді ағайындар, мынау алдарыңыздағы сусындарыңызды, барақтарыңызды тегісе көтеріп алып отырыңыздар. Шешесі сәттен кізі бұрадай. Солғында ауылым қыз
ойнамай басылмай көгауылды қызға жігіт құмарайды қыздар ойын бұрадай сезім қойса шешесі сәтті қызы бұрадай Canını kalmasın, kıymetine kalırsan, kıyanını çalarsan, muhabbet aşağıyanda, sarlasın ve kaykaldı, kalemeli kaynındaydı, kapat duracak kaldı. Sevgine sevgim sevgim, yaşamama lazımsın, sizimle yaşamamsın, nasıl tanımadımsın, bu kadar emindesin. Şimdi görürsün, şanalarına, şanalarına, şanalarına görürsün, şanalarına, şanalarına, şanalarına Живо был черный ком за углом, и кота ненавидел весь дом, только песня совсем не о том. Как дела тебе за дом? Говорят, не повезет, если еще мы хоть дорогу перейдем, а пока только черному какую Там всегда мороз, тут за спиной ветер, а зимой мороз. Мимо улицы летят, спят по дорогам горят, солнце мороз медведи, ветер за земля.
раскаленное лето, рыжие солнце на желтый стакан. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, пора шальная, зашла как заря, летящей походкой, ты шла из мая, и скрылась из глаз в пелене января, летящей походкой, ты шла из мая, и скрылась из глаз в пелене января. Келесі тамаша сөз кезегі мамамыздың туғандары, туыстары, абайлар әулеті. Апам мамамыздың нағашылары Махамбеттен, Зеленойдан келген бір топ ағайындарды ортаға шақырғанды жөн көріп отырмын. Мария, Айгүл, Мұрат, Жеміс, Бақытжан, Орынбай, Тұрлан, Гүлжамиля, Ләйла, Қанат, Гүлнар, Рима, Эльмира, Марат, Зоя, Алмаш, Серік, Эльмира, Иван, Бұлжетпес, Ерболат, Сәулем, Сейілбек, Райла, Қайырғали, Бақтығыл, Абат, Тәнзила, Ғизат, Гүлайна, Әлеш, Әлима, Махамбеттен, Жарас, Ақсылу, Багдад, Сәлима, Зеленый, Васила, Үміт, сөз кезегі өздеріңізді ортаға шақырамыз. Жасыңыз құтты болсын, жастан жасқа шыға беріңіз, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Мына өсіп жатқан балаларыңыздың, қыздарыңыздың, немере жиендеріңіздің қызығын көріп, аман сен отыра беріңіз. Тек осындай жақсы қуанышты дастарханда білсейік. Мына жасап жатқан жиендерге бәріне рахметімді айтамын. Өстіп гүрілдетіп, апының туғанын жасап жатқан. Ал енді, құрметті тойшы қауым, енді мына Ақыз апаның 80 жасқа келіп үлкен шаңырағында той болып жатыр екен. Той құтты болсын деймін деп, жақсы мероприятиялар болып, футбол ойны, одан қалды ат жарыс. Енді ат жарыс дейтін үлкен, ол кезген адамның қолынан келетін нәрсе емес. Ат шаптырып той жасап, үлкен той болып жатыр. Асқар Тоқмамбет дейтін ақын ағамыз айтты дейді ол. Асқан алып, маймылдан жаралған бол, мен білмеймін, бірақ қазақ болып жылқыға жаралды деп. Сол жақта жылқы мінезді қалыппыз, жаңағыдай белбесі қозып, бала шаға, үлкен қариялар бәрі тамашалап, өте жақсы қызық болып жатыр. Енді Ақыз апа, бір жастықтан келіп жатсыз, жасың жасқа жете берсін. Енді біз сізді жаңа айтып жатыр ғой, халықтың бәрі айтып жатыр, елге үлгі, ана, әкенің орындатқан, біз де сіздерге тұтамыз. Себебі біз кішкентай көзімізден көріп тәрбиеңізді, әкелерімізді, анамызды бәрі бірге араласып, біз енді сізге кәрін ағаш боламыз. Сол сіздің анаңыз бізді бақты, қақты, өсірді. Енді соның бізге үлгісі, сіздердің бойыңыздан жақсы қасиетіңіз, қарапайымдылығыңыз, ілтипаттылығыңыз, мейірімділігіңіз, білімділігіңіз, соны біз бойымызға алуға тырысамыз. Әрқашанда Кенсөт апа, тойларың құтты болсын. Енді жапырағы жайқалған осындай мәуелі бәйтеректе осындай бақытты көруіңіз үлкен бақыт. Бізде қызығып, қуанып,
ішімізден қуанып жүрегіміз жарылардай болып отыр. Әрқашан тек осы жаңалықта той болсын. Тек қана немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің атқызапа әлдене болса отыра беріп, біздің осы қыздан көре берсін деген келді. Әрқашан тойдан тойға осылай той бола берсін. Тек қана ашқан тойға келейік. Аққызапа, мынау шаңырағымызда болып жатқан мынау 80 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Мынау енді жаңа қизат барлық тілекті сіздің анаңыздың тәрбиесін, өзіңіздің жаңағы халыққа елге сіңіргізген еңбектеріңіздің бәрін айтып кетті. Мен енді осы тойда жасап жатқан өзіңізден тараған балаларыңыз, ұрпақтарыңыз және ағайын тумаларыңызға бәріне көп-көп рахмет айтамын. Мынау бейбарыс елді мекеніне осындай қошеметтеп, анамызды, апамызды әлпештеп, барлық ауа райының қолайсыздығына қарамай ат жаптырып, үлкен той жасап жатқан мынау елдің алдында балаларыңыздың бәрі еңбегі. Олардың еңбегі Алладан қайтсын. Сіздің жасыңызды берсін. Енді қалған жерде енді сіз мына ұрпақтарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп осылай отыра беріңіз. Біз жаңа қизатта айтты ғой, сізді көріп қуанамыз деп. Біз енді сіздің анаңыз кемпір мама деп айтқан, енді осы папаның үйіндегі балалардың бәріне енді ол үйге келдімін ғой. Кемпір маманың тәрбиесін мен де көрдім. Енді сол кемпір маманың, енді сіз баласыз ғой. Енді сол қалған жерде мына 80-ге келіңіз, 90-ға келіңіз. Ұрпақтарыңыздың қызығын көре беріңіз. Мына света бастаған балаларыңыздың қызығын көру болсын, қалған ғұмырыңыз. Құтты болсын, тойыңыз той қыласын. Аққызапа, шығып жатқан мереке тойыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін. Светапа, Нұржан, келіндер қалған балаларыны ұлан-асыр ат шаптырып, үлкен той жасап жатса, аналарыңыз астына көрсетіп. Негізі жұмақ ананың аяғының астында дейді, сіздің жасап жатқан жақсылықтарыңыз, аналарыңызға көрсетіп жатқан құрметтеріңіз, өздеріңіздің Алла тағала қош көріп, оны өздеріңізге де сол аналарыңыздың жолын берсін. Барлық дүйім жұрт айтып жатыр ғой, анамыздың қандай екенде. Негізі қарап отырсаңыз, апамыз зат әйел болғанмен, ер адамнан да артық үлкен азаматқа да дейтін үлкен апамыз, біздің мақтан тұтыр апамыз. Біздер негізі нағашылар жұртынан, апамның әр нағашыларынан. Баланың жақсылығы нағашынан дейді, апам нағашына тартқан ғой. Өзіңізден ұрпақ тарады, балаларыңыз өзіңіз сияқты еңбекқор, адал, білімді, адамгершілігі мол, жақсы ұрпақ тәрбиеледіңіз. Оның сізге өте бақыт. Апа, қартаймаңыз, осылай аппақ болып отыра беріңіз. Біз сізді мақтан тұтамыз, сіздің еңбегіңіз жерге еленіп жатыр. Балаларыңыз соның қызығын көрсін, тойларыңыз тойға болсын. Бәрекелді рахмет. Ардақты ағайындар, мына бүгінгі үлкен қуанышты кешке барлықтарыңызда қош келіп жатсыздар. Бүгінгі үлкен дүбірлі тойға ұласа берсін. Алдарыңыздағы сусындарыңызды барлықтарыңызда тегістеп көтеріп алып отырыңыздар. Өте шеберлікпен еріп, бірнеше есе артық жоспар жыл сайын орден, медаль, мақтау қағазы, озат егінші деген атақтарға ие болып жүрді. 1965 жылы, 1978 жылдары өсірген өнімі облыстық ауыл шаруашылық көрмесіне қарастырылып, 1980 жылы жоғарғы еңбек көрсеткіші құрмет кітабына енгізілді. Сол жылы жоғарғы жарлық бойынша еңбек қызыл ту орденімен наградталды. Бірнеше рет аудандық және облыстық атқару комитеттерінде халық қаулысы болып сайланды. 3-ші дәрежелі ана даңқы жоғарғы наградасы бар. Еңбек ардагер ана барлық аудандық облыстық жиналыстардан еш шақырусыз қалмайды. 1979 жылы еңбек ардагер атағына аудан орынбасары Сиранов Қуаныш және Таубаев Бақтығали автокөлік сыйға тартты. Анамыз 1981 жылы көп балалы ана ретінде зейнетақы тағайындалса да, еңбектен қол үзбей танбаған жоқ еңбек етті. 2010 жылы көп балалы ана ретінде алтын алқаға ие болды. Ұлды қияға, қызды қияға ұшырған ана балдарына еңбекқор болуды, кіші пейілдікті, білімді болуды үйретіп келеді. Осы күнде анамыздың арманы орындалып, ұл қыздары білімді болып, бір салада адал еңбек етіп, тіршілік етіп жатыр.
бас бухгалтер. Бұл салада 30 жыл еңбек етіп келеді. Жолдасы Өтегенұлы Темір өмірден өтті. Света қызының 2 ұлы, 1 қызы, 1 күйеу баласы, 2 келіні, 3 немересі бар. Ұлдың үлкені Нұржан, әкеміздің орнын басқан, жанұямызда беделді, ақылшы, бір шетел компаниясында тиянақты еңбек етіп келеді. Үлкен келін Баймұхан қызы Ыршан, енесінің жолын қуып, егін жыл сайын берілген жоспарын орындап, Сарқоз ауылынан мақтау грамотасын алып жүр. Нұржанның 2 қызы, 1 ұлы, 2 күйеу баласы, 1 келіні, 7 немересі бар. Одан кейін Дәу жоғарғы біліммен архитектура саласында бөлімнің бастығы болып жұмыс жасайды. Жолдасы Болат қызы Мұтима, 1 тоғылының бас бухгалтері. Дәуіттің 2 қызы бар. Сондай-ақ Мауыр бірнеше жыл Қазпром компаниясында жұмыс атқарады. Өте беделді, шетел техникаларын игеріп, жоғары сатыдағы білімді техник, еңбекқор, жұмыста адал болып еңбек етіп келеді. Жолдасы Мардан қызы Гүлай үйде жеке кәсіпшілікпен айналысады. Мауырдың 2 ұлы, 1 қызы, 1 келіні бар. Одан кіші Мұрат жоғарғы біліммен үлкен мекемеде энергия саласында директор жұмысын атқаруда. Жолдасы Ермұқан қызы Күлшат Идеал компаниясында бухгалтер болып жасайды. Мұраттың 2 ұлы бар. Ақөрік жолдасы Қабдолұлы Нұрлан жоғарғы білімді жеке кәсіпшіліктері бар. Лайзер мейрамханасының басшылары және де аналардың жолы болып ерінегімен айналысуда. Ақөріктің 2 қызы, 1 ұлы, 1 немересі бар. Әкесінен 2 жаста қалған кішкентай Алмаш қазір сауда орталығында жоғары білімді менеджер. Ағаларының артынан қуып, барынша жанұясына үлесін қосуда. Жолдасы Петролова Алексей USS компаниясында жүргізуші. Алмаштың 1 ұлы, 2 қызы бар. Аққыз анамыздың 19 немересі, 10 жиеншары, 1 шөбересі бар. Анамыз бүгін 80 жаста. Ендігі ғұмырын Алладан сұраймыз. Өмір өлшеулі ғұмыр болса да, аналар өмірі ұзақ болса екен деп тілейміз. Әжетай, нұрға толсын жүзіміз, қуаныңыз, шаттаныңыз күліміз, тіршіліктің қызығына бөленіп, аман есен ортамызда жүріңіз.
жүрегіңнің аямадың, өзіңе борышы көп балалардың. Бәрекелді, бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Светті жағайық, мынаны жинайық. Мама, ризасыз ба? Онда мына анамызға бір екі жақ доғол шапалақтап қойайық. Қане, айқай шоқайда бейбарыстықтар. Нәсіп ырысты, Қабдул, Нұрыш, Батыр, Доса, Жібек, Балқия. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ильяш, Жұмазия, Құспан, Маржан, Сабира, Кенжетай, Бақтылы, Есенжан, Марусия, Ержан, Гүлнар, Ира, Туғол шапалақтап қойыңыздар. Флора, Қыдағайымыз, Клара, Арман, Бижамал, Қапиза, Арыспай, Шалқар, Теңелбай, Қаракөз, Жолдас, Ырысты, Болат, Бақтылы, Қарлығаш, Оралбай, Тамара, Қоныспай, Лена, Нағима, Амантай, Оңайша, Нәсіпқали, Гапура, Аманқос, Қапия, Рашид, Лариса, Милат, Гүлнар, Этият, Тойған, Әдият, Күләш, Жаңылсын, Асқат, Дәурен, қошеметпен ортаға шақырамыз. Ал енді құрметті ағайындар, бәріңде мынау тойға қош келдіңдер. Қадамдарыңызды Алла тағалам қуаныш қарасын дейміз. Бұрынғы дүниядан озып кеткен біздің ата-бабаларымыз айтқан екен. Өлі жеңілей тырмай баймайды деген екен. Сондықтан да осы Бекстер әулетінен дүние салған адамдардың бір алдап есімі естеліктерімізді айтып. Біріншіден Қалиша апамыздың рухына тие берсін. Молдаш құданың, Серік Қали құданың, Жолдас Қали құданың рухына тие берсін. Алдарын жарық иманы жолдас қылып, рухын ұшпаққа нәсіп етсін. Қайыр берекетін қалған ұрпақтарына берсін. Ал енді Аққыз құдағай, мынау мерейтойыңыз құтты болсын. 80 жасыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін. Әрдайымда да басыңа бас қосылсын. Өзіңде, сіздің өсірген ұрпақтарыңыз да, қанаттас ағайындарыңызда да сәлік сәлемет аман болсын дейміз. Молдаш марқұм құдадан Аққыз жастайынан қалғанмен де қалған ұл менен қызын, ұлын ержеткізіп, қызын бой жеткізіп, өзінің баяғы жолына, оң жолына бастап, сәлауатты адамдар болды. Ұл мен қыз еліміздің сүйкімді ұлы болып, азаматы болып, өмір сүріп жатыр. Сәлауатты бәрде жақсы, үлкенге сәлемі, кішіге аманбыз тыйылмаған жақсы, сәлауатты адамдар болып есептелді. Аққыздың көптеген еңбектері бар. Жаңа өсірген өзінің ұрпақтары айтып кетті. Ай мама, бізді отқа күлдірмей, суыққа тоңдырмай, киімізді жыртық қылмай, тамағымызды аш қылмай, бізді өсіріп өндіріп, осы ұлағатты ержеткізіңіз деп айтып кетті. Мінекей ұрпақтың ең құндысы, ең жақсысы осы дейміз. Ұрпақтар өзінің баяғы ана атасына, ана анасына, әжелеріне есеп беріп тұру керек еңбектер жөнінде мен өте риза болдым. Аққыздың мынау тәрбиелеп өсірген ұлы мен қызына. Ал аман болайық. Аққыз әдеде жақсы болып жүре беріңіз. Сізге Алла тағалам бойыңызға қуат берсін, қиындыққа сабыр берсін, берген ырзыққа қанағат берсін. Әрдайымда да кеңпейіл амандық болыңыз, сау сәлемет болыңыз. Мынау өсірген ұрпақтарының ұлы мен қызы мен қанаттас ағайындардың ортасында сау сәлемет аман болып жүре беруге тілек білдіреміз. Мен мынау Молдаш марқұммен бірге жүріп бірге өстім. Өте қайнадық, бірге ұстас болдық, бірақ мен түбінде туған құда болып қалам деп ойлаған жоқпын. Өмірдің айналымға келіп біз туған құда қылып, Аққызды құдағай қылып, ал енді осы шкал селосына келгенде біз бал едік. Аққыз қыз еді, қазір ұлғайған жасқа келіп шалмен кепір болдық. Алдарың бергенде көп рахмет.
сендермен қанатсыз сендердің қызықтарын көріп жүріп жатырмыз дейді. Әрдайымда да осы жанұяға жақсылық берсін, рахат берсін. Алла құзғынағай, Алла тағалам сізге қуат берсін тағы да. Тек сау саламат аман болып, мына ұрпақтарың қызғын жүре беріңдер, той-тойға қуаныш-қуаныш болса берсін, әмин. Ал енді бүгін мынау Бейбарыс ауылында үлкен той болып жатыр. Бәріміз де осы тойға ортақтасып, осының қызығын көруге келіп жатырмыз. Енді көп сөз, боқ сөз дейді, көп айтпай қояйық. Енді мынау ақ қыз дейтін ертеден 17 жасынан, 16-17 жасынан бері қарай білемін. Онда бір бүлдіршіндей аппақ домаланған сары қыз еді. Қазірде бірақ бояуы өзгерген жоқ, сол күйінде де басқа жерлер өзгерген сияқты. Енді ақ қыз бір жағынан маған құдағай болады, бір жағынан қатар құрбы болып өстік. Жаңағы Қабекең айтып кетпекші, Молдашпенен бірге жүрдік. Мына Молдаш дейтін бір сырлы, 8 қырлы жігіт еді. Ол құда, бізге құда болады. Енді бір түнде ол Молдашпенен отырғанда, ол уақытта енді әлгі тостылап, үреңкілеп отыратын заман. Сол уақытта бір түнде 28 күй тартқызғанмын Молдашқа. Үреңкіні құйып қоям, бір күй, үреңкіні құйып қоям, 2 күй. Осылай қылып таң атқанша сағат 3-4-ке дейін күй тартты. Осындай домбырашы, жақсы әзіл өлеңдері бар, сондай кісі енді ертерек марқұм болып кетті. Одан қалған ақ қыз мынау енді. Қалған мынау 4 ұл, 3 қызын тәрбиелеп өсіріп, осындай неге жеткізіп, мынау бүгін көріп отырмыз, мына халық жиналып, мына көріп отырсыңдар, мына балдардың арқасында, сол балдар тәрбиелеп өсірген балдардың, қыздардың, солардың арқасында осындай той жасап, ат шаптырып бүгін осы бүтін елге белгілі қылып жасап отырған. Тойларың құтты болсын. Тойларың тойға жалғаса берсін. Ақ қыз енді қартайма, берген жас ұлғайсын. Сенің қазір отырған жерің ақ қыз деген өте, аттың өзі қыз. Бірақ сол арадан шыққанда қыз болып қалуың да мүмкін. Ана орын сондай орын. Жасың жасқа қосылсын, мынау балдарың бақытты болсын. Осындай той сізге жасап, қызығын көрсете берсін дейін біледі. Құрметті құдағай, толған жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Мынау ағаларымыздың айтқан бата тілегі қабыл болсын, той-тойға бассын. Құрметті құдағай, туған күніңіз құтты болсын. Құрметті той иелері, құдағайлар, құдаша құдағайлар, құдағайдың туыстары, баршаларыңды мұра көріп отырған, жасап отырған тойларың құтты той болсын. Тойшы қауым осы құдағайдың 80 жасқа толған, тойлап атқан тойға қош келіп жатырмыз бәрімізде. Құдағай, Алланың бергенінің жасының жасап, балдарының қызығын әлде де көріп, балдарың өзің мана құдаша айтып кетті ғой, суыққа тоңдырмай, отқа күйдірмей, өсіріп өндіріп, оқытып, балдарыңның бәрін жақсы етіп, тәрбиелеп, өнегелі етіп, қатарына қосып, азамат етіп, азаматша етіп, міндетіңізді атқарып, сол міндетіңізді балдарыңыз біліп, сізге 60 жасыңыздың да, 70 жасыңыздың да, міне бүгін 80 жасқа келгеніңізді тойлап жатыр. Балдар өзінің еңбегін ақтау үшін, сіздің аналық еңбегіңізді, еңбегін ақ сүтін ақтау үшін сізге көрсетіп жатырған қызығы. Бейбарыс ауылын туратып, ат жарыс ұйымдастырып, спорт ұйымдастырып, халыққа қызық көрсетіп, соның бәрін ұйымдастырып жатырған балдар. Балдарыңыз, сол балдарыңыздың істеген жақсылығы өздерінің алдынан шықсын. Алланың өлшеген ризығын әлде де көре беріңіз. Алла сізге қуат берсін. Жасыңыз, Алланың берген жасын жасап,
өзіңнен өрбіген ұлы қыздарыңның ұрпақтарының бақытты болсын. Солардың қызығын қызықтап әлде де отыра беріңіздер. Құдалар, құдағайлар, құдашалар, құдабалар, рахмет сіздерге. Жер-жердегі жақын жуықтарды шақырып, солармен бірге мына бізде де Исатай ауданынан жаңадан болған құдамыз ғой деп бізді де қосып жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Иә, мен негізі бұл ауылға құда болғанымызға біздің 2-3 жылдай болды. Біз Есентемір ауылынан боламыз. Ана Мауыт құданың құдағайы боламыз. Балам менен, немере келінім менен, немертайым менен арыс болса да келіп отырмыз. Ал енді барша көп сөйлеп уақыт алмайын. Құдаға енді балаларыңыздың бәрі де дендері сау бақытты болсын. Сол балаларыңыздан өрбіген ұрпақтарыңыздың қызығын көріңіздер. Барша жиналған ағайын бәрінде тойға жиналған. Дендеріңіз сау болсын. Көргендерің қызық болсын. Еңбектеріңнің қызығын көріңдер. Ұрпақ қызығын көріңдер. Алла тағала еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Той тойлап, той-тойға жалғаса берсін деген тілекті Алла қабыл етсін. Енді көп сөйлемеңіздер, үлкендер. Ауырып қалып жүрерсіздер. Көп сөйлемеңіздер. Ауырып қалып, давление көтеріп кетіп жүрер енді. Бір қысқа да нысқа, я. Құдағай, жасым жатқан тойың құтты болсын. 80 жасың құтты болсын. Денің сау болсын. Бала шағаңның қызығын көріп, немере шөбере сүйіп, шалқып отыра бер. Мына құдағай, 80 жасыңыз құтты болсын. Мына бейбарысты бірлетіп, той жасап жатырсыңдар, тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мына өз балдарыңды өсіріп, немерелеріңнің күн көріп жатырсыз. Мен енді бұл кісіге қысқастан айтқанда әуелі сіңдісін алып құдағай болдым, одан кейін сау болсын. Құрметті құдағай, жасын берсін, қалған негізде енді алға қарай. Бейнетсіз шаңырақтың үлкен күйеу баласының туған қарындасымын жалғыз. Мына Светаның қайын сіңлісімін. Ал той-тойға жалғасын, ауырмай сырқамай отыра беріңіз, ендігі қалған өміріңіз тек бейнетсіз өтсін деймін. Құрметті тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын, қош келіпсіздер, рахмет. Құрметті тойшы қауым, тойларыңыз тойға аласа берсін, жастан жасқа жете беріңіздер, құдағай. Мынау 80 жасыңыз құтты болсын енді. Мына аққыз құдағай менен құдағай құдағалы болғалы 30 жыл болды. Сол 30 жылдан бері саптаяқтың сыр кетсе де сыны кетпейді деп құдағай бізге әлі баяғы күйінде қарап тұрған сияқты енді тіліміз тасқа. Мынау балдарыңыз ұлыңыз ұяға, қызыңыз ұяға қонып, аман есен отырсыз шаңырақта. Құтты шаңырақ, құтты орын, құтты жас болсын сізге. Енді мына қолыңыздағы шаң келін менің қайын сіңлім ғой, оны да өзіңіздей қылып тәрбиелеп, жаңағы еңбекте алда жақсы келінді болып жатыр, немерелі болып жатыр, сіз шөберелі болып жатырсыз, бәрі құтты болсын енді. Тек тойыңыз той қыласып, шаңырағыңыз әр уақытта той бола берсін. Құрметті аққыз құдағай, құрметті тойшы қауым, мынау 80 жасыңыз құтты болсын. Бір кішкентай 40 жылдың үстінде кейін шегіншек. Бұл уақытта осы қазіргі Бейбарыс ауылының топырағында 2 кәрес колхоз орналасқан. Бірінші Аманғарт, екіншісі Павловский. Соның бірінде аққыз құдағай менен кейін құда болдық, молдаш құда жұмыс жасайтын еді. Біз енді осы Чкаловтың, Бейбарыстың топырағына келген 3-4 шаңырақтың біреуі едік. Мен мына Кенжеғалиев Қабдолдың үлкен ұлы Аманқос боламын. Осы жерде сол жер бететін 52-ші жылы дүниеге келген баланың біреуі. Мынау енді бағана молда шақа дейміз ол уақытта. Құда болмастан бұрынғы. Енді сол біздің үйде түсірілетін шөп болса, молда шақа түсіреді. Біздің үйде салатын пеш болса, молда шақа салатын еді. Ол уақытта Кәрес колхозында жұмыс жасайтын 4 ғана көлік, автокөлік. Сонда мына
қазіргі енді құда дейміз ғой, сол молдаш құданың бағанағы қол қайыры өте мол болған кісі еді. Сіз сол кісінің таңдап қосылған сияқтысыз, сіздің де елге қараулы мынау ол қызды өзіңізден өрген тәрбиелеп өсіруге үлкен еңбегіңіз сіздің де. Өзіңіздің бір әңгімеңіз бар еді. Біз дастархандас болып отырғанда, жаңа келін болып түскенде 4-5 түйені сағат 1-2-ге дейін түнге дейін сауам дейді. Сол үйдің әулеттің шал кемпірінің бағын табасыз. Өзіңізден өрген ұрпақтың бағын таптыңыз. Мінекей, Алла Тағала сізге берді. Мына өзіңізден өрген ұрпақтың қызығын көреді деген осы. Міне, қарымтасып қайтпаса қайта жатар. Бірақ енді міне осынша ұл қыз тәрбиелеп, соның қызығының куәсі болып отырмыз. Ақыз құдағай. Мынау сол уақытта лагерьде өзіңіз болдыңыз, детсадта өзіңіз болдыңыз. Қазіргі келіндер бір немересін ұзақ түгін бағалмайды, бірақ қарағанда. Ал сіз соның бәрін басыңыздан кешірдіңіз. Сондықтан Алла ғұмыр берсін сізге. Мынау өзіңізден өрген ұрпақтарыңыздың ортасында бола тұрыңыз. Алла аман болсын. Жан-жақтан атшап әже болды. Немерелерім сүйікті әжесі болып отырады. Құдағайым, 80 жас мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Басыңызға бақ, деніңізге саулық, балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көруді Аллах Тағала нәсіп етсін деп отырып, мына өлең жолдарын арнаймыз. Ең бастысы денсаулық мықты болсын, өміріңіз бақытқа, нұрға толсын. 4 бақыт, 7 байлық, жолдас деген, осының барлығы сізге қонсын. Жапырағы жайқалған бәйтеректей, саясында жанұяңыз аман болсын. Сырлыбаевтар әулеті. Сылаңыз бәріне. Бәрекелді, сіздер биыл бітпейді барды ойлап еді негізі. Ал енді ардақты ағайындар алдарыңызда, сусындарыңызда, барлықтарыңызда тегістен көтеріп алып отырыңыздар. Өмірде көп арақ ішкен адам от үйді шірмейді дейді ардақты ағайын. Алдарыңызда, сусындарыңызда алып қойыңыздар да, мен сіздерді тағы да би алаңына қарай шақырамын. Yetisi yedirdi şahsızlık kartığa
ең алғашқы махаббат басталады сабақтан. Ең алғашқы махаббат басталады сабақтан. Болар бәлкім қамалы, болар бәлкім қақпасы. Ең алғашқы махаббат, махаббаттың бақшасы. Ең алғашқы махаббат, махаббаттың бақшасы. Красавица, дорогие дамы и господа. Вопрос вопросный. Чай, хана! Что за жизнь?